Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін адам болған жылан атты қызықты ертегі тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Баяғы өткен заманда бір байдың Құрман қойшы деген қойшысы болыпты. Құрман сол байдың 18-20 жыл қойын бағыпты. Алатын ақысы бір жылға 2 тоқтылы қой екен. Егер қой жоғалса, ақысын бермей, соның есебіне алады екен. Құрман қойшының тапқаны киіміне жарымай, сол байдың қойын бағып жүре беріпті. Құрман қойшы бір күні қойын бағып тұрғанда, 4-5 шақырым жерден жанған от көреді. От жанған қалпында тұра қойшыға қарай тартады. Құрман қойшы: "Апырмай, мына от қалай жүреді? От болса жан-жағына тарап жанар еді, және қара түтін шығар еді. Ал мына от жайылып жанбай тура тартып келе жатыр." деп тұрғанда, от Құрман қойшыға жақындап келеді. Анықтап қараса, оттың алдында ұзындығы бір құлаштай ақ жылан қашып келеді екен. От: "Қайтсем де сені күйдірем" деп келеді екен, ал жылан қашып келеді екен. Жылан қашқан қалпында Құрман қойшының шалбарының балағына кіреді. Ол жыланды балағынан кіргізуге үлгере алмайды. От та кіруге ыңғайланғанда сабап сөндіреді. Жылан жорғалай омырауынан шығып, оттың өшкенін көріп, жерге түседі. Жерге түскеннен кейін адам тілмен сөйлей бастайды. "Сен мені өлімнен құтқардың. Мен сенің жақсылығыңды өмір ұмытпаймын. Сен мына қойды таста да, менің соңымнан ер. Мен саған өзімнің қызымды беремін" дейді. Қойшы байғұс қуанады. "Бірақ қойды тастап кете алмаймын" дейді. "Сен қойға қам жеме, қойың кешке аман-есен үйлеріне барады" дейді. Қойшы амалсыздан жыланға ілесіп кете барады. Бір жерге барғанда бір тесікке кіріп, сонан екеуі жер астымен кете барады. Бір жерге келгенде төбедей үйілген көп жыланға кез болады. Құрман қойшы: "Осынша жыланға жем қылуға алып келе жатыр екен ғой" деп, зәресі зәр түбіне кетіп, өңі қашып тұра қалады. Жылан оның қорқып тұрып қалғанын біліп: "Жүр, саған олар тимейді" деді. Ол амалсыз ере берді. Жылан үйілген жыланға келгенде қатты ысқырып еді. Жыландар екі жаққа айырылып, ортасынан қақ бөлініп жол берді. Екеуі біраз жүргеннен кейін алдарынан үлкен ақ үй көрінді. Біраз жүріп ақ үйге келеді. Жылан: "Осы үй біздің үй" деді. Екеуі үйге кірді. Құрман қойшы: "Бұл мені қызымды беремін деп ертіп келіп еді. Мұның қызы тұрмақ ештеңесі де көрінбейді" деп ойлап отыра берді. Бір уақытта ас дайындап алып келді. Жылан үйінде бір ақ, бір қара қалайы сандық бар екен. Екеуін төр алдына жинап қойыпты. Ақ қалайы сандықты қойшыға алып берді. Жер бетіне шыққан соң, 6 қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелектеп сызып, соның ортасына осы қалайы сандықты "Басыңа жастап ұйықта" деп жыландардан өткізіп жіберіп, қош айтысып қала береді. Құрман қойшы бір жерге шыққаннан кейін, бір жерді таңдап алып, 6 қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелетіп сызып, сандықты басына жастай жатып ұйықтайды. Ертеңгісін оянса, аппақ ақ үйдің ішінде жатыр екен. Оң жағына қараса, аппақ сұлу қыз ұйықтап жатыр. Қойшы қорқып қалады. Қорыққаннан айғайлап жібере жаздайды. "Бұл пәленің қасына қалай жатып қалдым" деп білдіртпей төсектен түсіп, өзінің жаман шалбары мен тонын іздесе, ондай жаман нәрсе ол үйден табылмайды.
ылғи асыл киімнен басқа ештеңесі жоқ. Асыл киімді киіп үйден шықса, мал деген жердің жүзін, күннің көзін алады. Бұл жерде ешқандай мал жоқ болатын. Барып қойшыдан сұраса, құрманның қойы дейді. Қай құрман десе, өзінің әкесін және елін айтады. Апырмай, бұл жынданған қойшы ғой, менің атымды басқа біреудің атына шатастырып тұрау, деп сиыршыға барып сұраса, ол да соны айтады. Жылқышыға барса, ол да соны айтады. Бұл қайтып үйге келе жатып ойлайды. Бұл қалай? Маған мұнша мал қайдан бітті? Ойлап келе жатып, бұл әлгі жылан берген ақ қалайы сандық екен ғой. Ана үйдегі қыз соның берем деген қыз екен. Мына мал соның еншісі екен, дейді. Сонымен ойланып үйіне келеді. Үйіне келсе, әйелі шай қойып жүр екен. Байеке, қайда барып қайттыңыз, дейді. Мына малшылар жер жайын білмейді ғой. Соларға жер жағдайын түсіндірдім деп шынын айтпайды. Сонымен бірнеше уақыт өтіп, олар бақытты өмір сүре береді. Бір күні бұл үйде кім бар деген дауыс естиді. Әйел далаға шықса, патша киімін киген және уәзір киімін киген бірнеше адам есік алдында тұр екен. Әйелді көріп, патшаның дегбірі қалмай, көз алақтап, біресе әйелге, біресе жолдастарына қарап, не айтарын білмей қалады. Бұл кімнің үйі? Деп сұрайды. Әйел, Құрман байдың үйі, дейді. Күйеуің қайда кетті? Дейді. Аң аулай кетті, дейді әйел. Патша айтады. Мен осы елдің патшасы боламын. Күйеуің ертең біздің ордаға келсін, деп кетіп қалады. Кешке Құрман келеді. Әйелі болған жағдайды айтады. Патша ертең ордаға келсін деп кетті, дейді. Ертемен ерте тұрып, атына мініп, патша ордасына барады. Патша Құрманның келуін тосып отыр екен. Құрманды өте жылы жүзбен қарсы алады. Дастархан жайғызып, ас пен сусын құйғызып тамақтандырады. Тамақтанып болған соң, патша, әй Құрман, екеуміз бұғынбақ ойнаймыз. 3 күн мен тығылам, 3 күн сен тығыласың. 3 рет тапсам, сен маған әйеліңді, малыңды бересің. Сонан соң басыңды аламын. Егер мен сені 3 рет таппасам, мен саған 40 әйелімді, патшалығымды, мал мүлкімді берем де, атыма мініп кете берем. Осыған қалай қарайсың? Егер сен ойнамасаң да әйеліңді тартып аламын, дейді. Сонымен амалдың жоғынан көніп, үйіне барып, болған жағдайды айтады. Әйелі ойнауына қарсы болмайды. Патша артынан хабаршы жіберіпті. Ертең мен бұғынамын, мені іздесін деп хабар беріпті. Ертеңгісін ерте тұрып, бір атты мініп ханды іздеуге кетеді. Әйелі артынан шығып қараса, атқа мініп ханды іздемекке кетіп барады екен. Әйелі айғай салып ерін шақырып алып, қайда барасыз деп сұрайды. Кеше патша бұғынбақ ойнаймыз деп еді ғой, соны іздеуге бара жатырмын, дейді. Әйелі, сіз олай бармаңыз. Сіз қазір жылқыдан таңдатып ең жүйрік ат мініңіз. Қолыңа темір құрық алыңыз. Сонымен хан ауылына барыңыз. Ауылына жақындағанда төбенің үстінде үлкен қара төбет ит жатыр. Сіз жақын барғанда сізге үріп жүгіреді. Сіз оны жақындатпай қашыңыз. Сонан сіз бет алды қаша беріңіз. Бір уақытта сізді қуып жетеді. Сол уақытта қайта бұрылып, итті сіз қуыңыз.
сол итті өлтіріп, патшаны сонан соң іздеңіз, дейді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ертегінің келесі қызықты бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.